таудай ерекше дараларым, дария ойлы ақылды даналарым, құрметпен сіздерге сөз береміз. Майдангер, ардагер ағапаларым, ардагер ұстаздар Махмуд ағай, Қанзада апай, Балтай апайға және де еңбек ардагерлері Қалтай ағайға, Дайра байға сөз кезегін береміз. Бәрімізге ортақ мұғалімдер қауымы мерекелеріңіз қайырлы, құтты адам болсын. Ата-аналар жас бүлдірушілерді мектепке әкеп, сол ата-аналар мұғалімдерге тапсырып жатыр. Адамдары қайырлы болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Қазіргі заманда мұғалімдерге қойылатын талап өте күшті, талапты қажет етеді. Сондықтан мұғалім қауымы шығармашылық табыстарыңызды іздене отырып, тәжірибені кеңейтіп отырып, оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беріп, білімменен қаруландырып шығарып салуға тілектеспін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, бәріне де осындай ашық аспан бақыт тілеймін. Мектеп қадамын шартуызға жас өтісіндер дамудың республика білімді мерекелер құтты болсын. Ата-аналар осы мектепте оқығаннан ұл-қыздардың денелеріне орағатын көріп, өсіп орталықта үйреніңіздер. Мынау ұстаздар екі ата-анасы есіп қойды. Осы бала сәттен үлкен азаматтық дос-балауының атын шығаратын азаматтық облыс ішкі істер департаментінің грамотасын алған үшін құтты болсын айналайын. Осындай шәкірттер, осындай оқушылар көбейе берсін. Мынау құрметті оқушылар ертең дос-балауының атын шығаратын үлкен азамат болуларына тілектесіп айналайын. Екінші мынау телефондан ата-аналарға коллективіне және де мынау мектебімізді алғашқы бірінші класста қадам басқан бүлдіршіндерімізге құтты қадам тілеймін. Қадамдары құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, талап еңбегін көріне берсін, талаптарың мол болсын, үлкен оқу орындарына түсіп, азамат болып, Қазақстанның азаматы болып беріңіздер, үлес қоса беріңіздер. Мынау неғылдаймыз, сіздерге бүгінгі болып жатқан ерандарымыз ұстаздар қауымы, ерандарымыз құтты болсын. Мынау адам өзі ұрпағымен жасайды дейді ғой, мынау ұрпақтарымыз көбейе берсін. Құрметтерімізге қара жылдар ел, қазалымыздар.
аттаған қадамдарың мақсатыңа жетіңдер талаптан. Балғындардың күлкісі сыңғырлайды, ұстаз бүгін бір күліп бір жылайды, жас шәкірттер қияға қанат қағып, әліппесін құшақтап қол бұллайды. Көк байрақты қазақ елінің дамыған еруегінің құрамына бағыт бастап алатын 2010-2011 оқу жылына да мектеп табалдырығын аттағалы отырған 13 бүлдіршінді қошеметпен ортаға шақырайық. Аналар, мектеп бітіруші түлектер, мектеп табалдырығын аттап отырған бүлдіршіндер, бүгінгі мерекелеріңіз барлықтарыңызға құтты болсын, оқуда табысты, жемісті болыңыздар, сәттілік тілеймін. Бірінші сынып оқушылары өздерінің аға апаларына гүл шоқтарын сыйлағылары деп тұр, бірінші гүл шоқтарын сыйласын. Үнче қырқайып күнімен, атқанжы бал гүлемен, тілбем қаза ағынетпен, сүйкімді қоңыра үнімен. Астанан басқалар, астанан басқалар, жүрекке үш салғыр, үш тастағыр, көкейімнің үстіне үш қосам астана. Сәбиліп, сәбиліп, көңілден анладым жүрәнді, бау етім өмірге ақылшым мұғалім. Айнұрдың орындауында бір ән тыңдаңыздар. Айналдым ана деген ата, ұлымның ақымыны көкпар шапқан, бүгінгі бұл мерекесіздерді мейрамы құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң, менің анам алдым, құлпыра бер қараңдасын, анам болып алдым. Азенгелер әні, суық қыздар сәні, аналарды құттықтап болсын бәрі. Мен үшін қарамада аланамсың, ақ сүт пен ақ берген ағзанамсың. Күлкіге көңілі адалатқа, санасыз санырыңның саналатқа. Мен оқушы баламын, боламын жігіт зоралы, Қазақстан жалауы, көтеремін жоғары. Әсімпас болма әлмеге, ұлпас болса әр қаламысын деймін, көпірсіндегі кетігін таптап барлау. Сеттебі мынау классым, осында отырып тұрасың, тақтай болып кіресің, таудай болып шығасың. Ернаттың орындауында бір ән тыңдаңыздар. Кішіксі жүрегімде жас баланың, апатай өзігеді асқағаның, өсірдің әйелерің аладың, ойымдан бір сәт мені тастамадың. Апатайым анашым, ағым болды анашым, қамбырсыз сәбиді, көрудесің әнейді. Апатайым анашым, ағым болды
Usta ne oylarım, usta akıl oylarım. Kuvvetli ortaklık, kutlu olsun toylarım. Haydan diye vatanға izah olsun halkımız. Bir salır bağımız, bilimli bakıtına yerden dirегі. Бүгінгі жасланды, күнде басырегі, келеді өсіп қырады. Науқыласың, остауында тұрасың, тауда өпіресің, тауда өпіресің. Кей баладар оқылы, оқылғанға көңілге ықыласпен толы. Оқысаңыз баладар, шамдан шырақ жағыла. Іздейді тілегенің ағында, іздемейен табыла. Біздің Расул мен Айдар бір ән айтып береді. Жазатанның ауылына барып едім қадырып, бір қошаққан алдымнан шыға келді жүгіріп. Армандайды ай мекен, шеккен бал мекен, кеттім оны сағынып, қошаққаным қайда екен. Армандайды ай мекен, шеккен бал мекен, кеттім оны сағынып, қошаққаным қайда екен. Өзіңде аламын, айтқанды аламын, өзіңдей боламын. Ағылшы мұғалім. Елдігімнің реңі, сендігімнің тірегі, өтесінен халықтың ажырамас біледі, алтын заңын арай таңын. Мінекей бірінші сынып оқушыларына енді әріпті танымай жатқандағы бүгінгі дайындаған азғантай өнері осы. Енді Құдай қаласа әліппені бітіргеннен кейін бұдан да зор тамаша өнерлерінің куәсі боласыздар. Кезекті 11-ші сынып оқушыларына. Жас бүлдіршін келеді қадам басып, ұстазымен мектебімен амандасып, әліппесін ұстайды қолдарына, шаттықпен мектебіне алшаң басып, әліппені табыстау рәсімі. Ендігі сөзді мектебіміздің тәрбиесі жөніндегі орынбасары қонақтар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі 1-ші қыркүйек білім күні мерекесі бәріңізге құтты бола берсін. Жаңа оқу жылында сіздердің еңбектеріңізге шабыт тілей отырып, дендеріңізге саулық тілеймін. Мына бүгінгі біздің 11-ші сынып оқушылары сіздерге айтарым, мына біздің алдағы үлкен бітіріп кеткен аға апаларымыз сияқты сіздерге тек қана сәттілік тілей отырып, сол кісілердің жолын қуып, келешек біздің мына мектебіміздің, ауылымыздың мақтанышы бола беріңіздер деген тілегімді білдіремін. Және де мына бүгінгі мектеп табалдырығын жаңа аттап келіп жатқан кішкентай бүлдіршіндер, сіздер мінекей бүгінгі күні біздің мектебіміздің табалдырығын аттап келіп жатсыздар 1-ші сыныпқа. Үйлеріңіз сау болып, біздің мектебіміздің жақсы оқушылары бола береді. Тек сағатты 4-5 оқитын жақсы тәртіпті оқушы болады деген сенім білдіреміз. Сәуле апайға солай тапсырамыз. Және де сонымен бірге бүгін бірінші рет 1-ші сыныпқа атты акциямызды қолдай отырып, мынау 1-ші сыныбымызға беретін кішкене сыйлығымыз бар еді, соны беріп жіберсек дейміз. Жақсы азамат болып өсе беріңіздер.
тілді қатар меңгерген, сыйластықты жөн көрген, Набат апай қашанда барлық жанды тең көрген, Пушкинді оңай аударған, рухы биік тау болған, шәкірттерге келгенде мәуелі ұстаз бау болған. Шәкірт деп соққан жүрегі күлдіріп, күліп жүреді, Набат апайдың айтылсын ұжымға көпке тілегі. Кешегі ұстаз, бүгінгі зейнеткер апайымыз Ахманбетова Набат апайға құттықтау сөз мектеп оқушылары, бүгінгі сыншылар қоңырауымызды мерекелеріңіз құтты болсын. Ұстаздар қайтарым. Барлық уақытта үлкен көріне беріңіздер, творчестволық табыс тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Мына шәкірт сөз ұстаз тұл деген ғой. Жылдан жылға аман есен, тарыдай болып күлген бітірушілерді таудай болып шығара беріңіздер. Дендеріңіз сау, оқушыларыңыз аман болсын. Шәкірттерге тілерім барлық уақытта апайларының, ағайларының, ұстаздардың берген саналы тәрбиесін, сапалы білімін бойларыңызға сіңіріп, үлкен азамат болыңыздар. Сабақтарыңызды өте жақсы оқуға тілектеспін. Мына мектеп бітіруші бүліктерген кәрім. Bir кезде тардай болып кіріп, енді таудай болып, Құдай қаласа мектептен шығасыңдар. Құдай қаласа сіздердің араларыңыздан грант иегерлері көп болып, осы біздің мектеп оқушыларының арасынан алтын белгі иегері де бар болсын деп тілеймін. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Құрметті ағайындар, қадірменді қонақтар, міне мынау алдарыңызда осы 35 жыл осы мектепте орыс тілінен сабақ беріп, қанша еңбек жасап, қанша шәкірттері тәрбиелеп өсірген Набат апайларыңыз алдарыңызда тұр. Міне бүгінгі күні неше жыл осы мектепте оқушыларға, шәкірттеріне саналы білім, сапалы тәрбие беріп, бірнеше ұстаздарды білімдермен сусындатып, үлкен мамандық иесін алып